Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан сірнені жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең әуелі қызып тұрған көп мөлшердегі майға картопты қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Картоптарыңыз үлкен болса 4 бөлікке бөліңіздер. Кішкене кішілеу болса 2-3 бөлікке бөлуге болады. Қызып тұрған майда картоптарымызды қызарғанға дейін қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Міне біздің картоптарымыз қызарды, барлығын сүзіп алыңыздар. Бұл тәсілмен ерекше дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді қалған артық майларды аламыз. Сосын дәл осы қазанға етті салып қуырып бастайтын боламыз. Өзіңіз қалаған бойынша жылқы еті, сиыр еті маңызды емес, өзіңізге ұнаған етті салып қуырып бастаймыз. Қызып тұрған майда қып-қызыл болғанға дейін бірінші етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз әдемі болып қуырылғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Және өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді салсаңыз болады. Және де 1 шай қасық паприка салдым. Барлығын салып болғаннан кейін тағы да біраз араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Ең бастысы қып-қызыл әдемі болып қуырылуы керек. Енді осы еттің үстінен туралған пиязды саламыз. Негізі тағамдарда пиязы көп болған сайын біздің тамағымызда өте дәмді болады. Сол себепті 2 дана пиязды салып, енді пиязымыз қып-қызыл болғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымызды да жақсылап қуырылып болғаннан кейін одан сайын қып-қызыл бола түсу үшін 1 шай қасықтың жартысымен томат және де қалауыңыз бойынша сәбіз, сарымсақ салсаңыздар болады, немесе болгар бұрышы, немесе сәбізді салмасаңыздар да болады. Тағы да жақсылап қуырып алып, мен көп мөлшерде су құйдым, себебі маған сулы тағам ұнайды отбасымызға, сол себепті суын көптеу етіп құйдым. Негізі сірнеде аса қатты су көп құймайды. Еттің бетін жауып тұратындай етіп, және де баяу отта 1,5 сағат бойы қайнаттым. Оған дейін біз қамыр илейтін боламыз. Суға тұз саламыз, 1 дана жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстінен 1 шай қасық сұйық майды салып, тағы да араластырамыз. Енді осы қамырды илеп бастаймыз. Қамыр орташа болып шығады, қатты немесе тым жұмсақ емес, орташа етіп, қамырды жақсылап илеп болғаннан кейін бетін жауып қойып қоямыз. Шамамен 5 минуттан кейін тағы да бір алып, илеп, июн қандырсаңыздар болады. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Салмасына бізге ұсақтап туралған пияз, ұсақтап туралған картоп және де үккіштен өткізілген сәбіз. Сәбіздің орнына асқабақта қолдансаңыздар болады. Осылардың үстінен дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш және де оның үстінен сұйық майды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ингредиенттер өте ұсақ етіп туралуы керек. Сонда Гүл ханымға ыңғайлы салуға, әрі тез пісу үшін осылай картопты, пиязды өте ұсақ етіп турап алыңыздар. Міне барлығын жақсылап араластырып, дайындап қойдық. Енді жаңағы қамырды дәл ортасынан бөліп, екеуінде өте жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымыз жұп-жұқа болған сайын өте әдемі көрінеді. Сосын қамырды осылай үлкен етіп кесіп аламыз. Тура Гүл ханым сияқты етіп жасаймыз барлығын. Және де осы қамырдың үстінен сұйық май жағып, ортасына салмасын салып, 2 шетін жауып шығатын боламыз. Менде де 2 қамырды да дәл осылай жасап алдым. Міне осылай жауып, енді гүл тәріздес етіп орап шығасыздар. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Жасалу жолы өте оп-оңай. Әрі біздің сірнеге ерекше әдемілік, әрі дәм беріп тұрады. Қазіргі таңда кез келген тамақтанатын орынға барсаңыздар, сірнені дәл осылай ұсынады. Не біздің қамырымыз 2 лист шықты, яғни 5 штуктан 10 штук шығады. Оны кәдімгі манты пісірген сияқты 45 минутта пісіріп аласыздар. Міне біздің етіміз шамамен пісуге жақын қалды. Содан соң жаңағы қуырылған картопты салып,
жарты сағатқа бұқтырып қоясыздар. Міне осымен біздің тамағымыз дайын. Қараңыздар, өте әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Тойымды тағамдардың бірі. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.